Астана есірткісіз қала 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспары аясында елордалық полиция қызметкерлері күн сайын белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде ағымдағы жылдың 9 айында заңсыз айналымнан 410 келіден астам түрлі есірткі заты тәркіленді. Бір есірткі лабораториясы мен фитолабораторияның қызметі әшкерленді. Полицейлер 900-ден астам есірткі қылмысын ашса, оның шамамен 300-і тыйым салынған затты сату фактілері. Мәселен, полиция қызметкерлері 50 жастағы ер адамды есірткі заттарын заңсыз сақтап, сатты деген күдікпен ұстады. Тінту барысында оның тұрғылықты жерінен шамамен 70 келі гашиш табылып тәркіленді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қазіргі уақытта елорда аумағында Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасуда. Оның барысында бүгінге дейін заңсыз айналымнан шамамен 350 келі есірткі заты алынды. Бұдан бөлек қыркүйек айында прокуратурамен бірлесіп есірткі қылмысына қарсы 30 күндік кешенді іс-шара өткізілді. Оның нәтижесінде 140-тан астам қылмыс әшкереленіп, 35 келіге жуық есірткі тәркіленді. Профилактикаға ерекше көңіл бөлінуде. Мүдделі мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, жыл басынан бері 600-ден астам профилактикалық іс-шара ұйымдастырылды. Сондай-ақ 1000-нан астам есірткі сайты бұғатталып, 2000-ға жуық есірткі жарнамасы бар деген граффити жойылды. Мектептер мен жоғары оқу орындарында жастар арасында нашақорлықтың алдын алу мақсатында танымал спортшылар мен блогерлердің қатысуымен тұрақты түрде дәрістер, акциялар және спорттық іс-шаралар өткізілуде. Бұл жұмыс әрі қарай жалғасын таппақ.